Комплекті тарату қондырғысы. Комплекті тарату қондырғысының осы яшығы болып табылады. Бұл яшықта бізде негізгі, яғни жоғарғы бөлігінде бізде өлшеуіш аспаптар орналасқан және реле қорғаныс бөліктері. Жалпы ішін ашып қарайтын болсақ, бұның ішінде міне барлық жинақтары релелердің және өлшеу аспаптарының. Осы міне бетіндегі таблосында бізде активті, реактивті счетчігі, есептеуіш, яғни тоқтың мөлшерін көрсететін килоампер көрініп тұр, және де қосылу өшірілу екенін көрсететін жарығы және басқару кілті, яғни мұндағы жерлендіру қорғанысы, автомат повторного включения, жарықтандыру, релелерді, яғни бұндағы флажоктарына байланысты, яғни арасы ашық болып қалса, бұл жерде бір яғни срабатывание болды деген сияқты көрсетеді. Егер осылай қара болып тұратын болса, жұмыс істеп тұр, бәрі жақсы дегенді білдіреді. Жалпы алған кезде комплекті тарату қондырғысына бізде тек қана осы өлшеуіш аспаптары және релелердің жиынтығы емес, ең негізгі біздің, яғни мына қозғалатын арбада орналасқан майлы ажыратқыш орналасады. Жалпы алған кезде бұл аз майлы ажыратқыш болып табылады. Бұлар А, Б, С фазасы ретінде, яғни 3 фазада жүреді. Бұл бізде алып қарайтын болсақ, осының бөлігінің ішінде, яғни доға сөндіретін камерасы болады. Және де осының ішіндегі майдың мөлшерін көрсетіп тұратын түтікшесі бар міне. Түтікшені қарайтын болсақ, қызылмен белгіленген бөлігі бар. Сол жерден майдың мөлшері көрініп тұрады. Сол арқылы майын реттеп қадағалап тұрамыз. Жалпы майы азайып кеткен жағдайда ашып, бұған май құйып отыруымыз керек болады. Жалпы бұл тарату қондырғысының негізгі осы шықпасындағы мына тұрған шинасы мына шкафтың ішінде, яғни шкафтың ішінде орналасқан мынандай қысқыш болады. Осы қысқышқа, яғни мынаны арбаны итеріп қалған кезде, мына артындағы шторкалар ашылып, осы қысқышқа мынаның, яғни әрбір ажыратқыштың басы барып қысылып, яғни іске қосылады. Жалпы алған кезде осылайынан қосылып немесе ажыратылады. Және осы ажыратқыштарды қорек көзінен айырылып тұрғанын осылай арбамен шығару арқылы көруімізге болады. Бұл арбаның жұмысын шығарған кезде бізде міне арбаның ішіне қосылғаннан кейін іліп қоятын нүктесі блокировкасы болып табылады. Және де мұнда рычаг орналастырады. Міне қосып өшіру контактілері болып табылады. Осы арқылы негізгі қорек көзін өшіріп, содан кейін барып оны сыртқа қарай шығарамыз. Жалпы алған кезде бұл аз көлемді ажыратқыш бізде тек қана осындай арбада ғана емес, яғни бұл ВМП деген түрі болатын болса, осындай ұяшықтың ішінде ілулі тұруы мүмкін. Яғни осындай ұяшықтың екі түрі болады. Арбамен шығарылатын және де шығарылмайтын ішінде орналасатын түрлері деп бөлінеді.